Әсел Бейсенова қолданыстан шығып қалған пластик пен полиэтиленді кәдеге жаратып жүр. Одан сөмке және өзге де тұрмыстық қажетті заттар жасайды. Карантин уақытында адамдардың көбі жұмыссыз қалды, мен де жұмыссыз қалдым. Дүкенге көп бармайтын болдық. Соның өзінде үйден бір таусылмайтын қоқыс болды. Сол қоқысты зерттей келе мен түсінгенім 70-80% қаптамалар мен қораптар болып шықты. Мен содан кейін қалдықсыз өмір сүруге бола ма деген сұрақты зерттеп келдім. Зерттей келе Европа елдерінде осындай қалдық концепциялы дүкен өте жақсы дамығанын көрдім. Сондай дүкенді мен Атырау қаласынан да ашқым келді. Бұл сабындардың бір-бірінен ерекшеліктері бар. Мысалға айта кетейін, мына қара сабын, адыраспан сабыны, бұның құрамында кокос майы, пальма майы, зәйтүн майы бар, кастор майы және біздің Атырау облысында жиналған адыраспан бар. Бұл проблемалы теріге өте жақсы көмектеседі. Бұның құрамында ешқандай хош иістендіргіші жоқ және бояғышы да жоқ. Қара түс өзінің сол адыраспан күйген түсі. Сонымен қатар мына қарбыз сабын айта кетейін. Қарбыз сабының ерекшелігі бұның құрамында табиғи қарбыздың суы бар. Біздің Атырауда өскен қарбыздың суы. Бұл корзинадағы нәрселер, мынау люфа, табиғи люфа. Бұл жеміс болып келеді. Бұл губка ыдыс жууға болады және денені жууға да пайдалануға болады. Бұл әбден тозғаннан кейін ешқандай табиғатқа әсерсіз жердің астына көміп тастауымызға болады. Бұл стақандардың ерекшелігі 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап біздің Атырау қаласында шыны бутылкаларды қайта өңдеуге қабылдамайды. Соның орнына полигонға тастаудың орнына шыны бутылкалардан осындай стақандар жасап халықты осындай стақандарды тұтынып, пайдаланып үйретемін. Ескі тоқылған киімдерді де тапсыруға болады. Ескі тоқылған киімдерден біз осындай авоськалар жасаймыз. Авоськаларды, яғни ескі өнімдерге жаңа өмір сыйлап, халықты осындай нәрселерді пайдалануға үйретеміз. Карантин кезіндегі жұмыссыздық Әселдің жаңа қырын ашты. Дәл сол кезден бастап кәсіпкер өз үйіндегі қоқыс қалдықтарынан түрлі заттарды дайындай бастады. Бүгінде өзінің жеке дүкені бар. Тіпті табиғатқа кері әсерін тигізбес үшін дүкен қағаз түбіртекті электронды түбіртекпен алмастырыпты. Түбіртек бермейміз. Түбіртек қағаз болып көрінгенмен, шын мәнінде бұл қағаз емес, бұл термоқағаз. Термоқағаздың сырты бисфенол А деген улы нәрсемен қапталады. Сол бисфенол А-ның кесірінен түбіртек қайта өңдеу жатпайды, өкінішке орай полигонға кетеді. Сонымен қатар бисфенол А адамның ағзасына тері арқылы еніп, ағзамызда жиналып, гормоналды дисбалансқа алып келеді. Диабет, рак сияқты ауруларды тудыруы мүмкін. Мына тазартқыш заттар, сабын мен кәдесыйлардың бәрі қолдан жасалған. Жеміс-жидек пен көкөністі жууға арналған түрлері де бар. Олардың бір артықшылығы құрамында химиялық қоспалар жоқ, денсаулыққа зиян келтірмейді. Мәселен, бұл су сабынды дайындау барысында ешкінің сүті қолданылса, мына сабын кокос майынан дайындалған. Кәсіпкердің айтуынша халықтың эко-өнімдерге деген қызығушылық артып келеді. Тың жоба азаматтарға қалдықтарды қайта өңдеп, оларға жаңа өмір сыйлаудың мүмкіндігін көрсеткендей. Нәтижесінде тұрғындар экологиялық проблемаға назар аудара бастаған.